Бүгін сіздерге жақсы тағы да бір әдіспен бөліскім келіп отыр. Мысалы, бізде екі бағанда информация бар. Қызметкерлердің жұмысқа кірген уақыты. Кейбір адамдардікі бізде D деген столбецте жазылған, кейбір адамдарымыздікі I деген столбецке жазылған. Немесе басқа да любой басқа информациялар болуы мүмкін. Осындай екі бағандағы информацияны бір-біріне қосып, бір баған етіп жасауымыз керек, бір бағанға орналастыруымыз керек. Ол үшін бір-бірден егер осындай азғантай болса, копировать, ставить деп, или немесе жаңағы тең болады белгісін қойып, осы ячейкідегі информацияны ал деген сияқты осылай көрсетуге болады. Егер де сізде мыңдаған жолдар болатын болса, ол әдіс бізге тиімсіз. Сондықтан осындай әдіс бар, соны көрсетейін сіздерге. Ол үшін екінші бағандағы информациямызды белгілеп алып, кәдімгідей копировать деген кнопкамызға басамыз. Егер де мына бағанға просто вставить дейтін болсақ, ол бұрынғы информациямыз кетіріп тастайды. Сондықтан осындай әдіс пайдаланамыз. Бірінші көшіретін бағанымызды, информациямызды копировать етіп аламыз. Сосын қай бағанға қоятынымыздың бірінші ячейкасын көрсетіп, оң жақ кнопкасына басып, просто вставить демейміз, специальная вставка деген кнопкаға басамыз. Ішінде пропускать пустые ячейки дегенге галочка қоямыз. Ол не деген сөз? Мына пустой ячейкілерді көшірмейміз. Тек қана пустой емес ячейкілерді көшіреді деген сөз. Окей деген кнопкаға бассақ, бізге мына ұяшықтардағы информацияны көшіреді. Ал мына әдейі сарыға бояп қойдым, көрініп тұрсын деп, олар уже кетіп қалмайды. Осылайша екі бағандағы информацияны бір бағанға біріктіре аламыз. Бұл тек қана дата сондай деп ойламаңыз, любой басқада текст болсын, формула болсын, числовой форматта болсын, барлық информацияларды осылай көшіре аласыз. Егер сізге осы информация пайдасын тигізген болса, ұнаса, онда Инстаграмға, YouTube каналыма жазылып, лайк басып кетсеңіздер болады. Рахмет.